Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге ең дәмді пирожкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен 200 мл сүтімізге дрожжи, тұз және қант қосып жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз және ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз. Илегеннен кейін начинкасына кірісеміз, жақсылап турап аламыз. Оны кішкене мөлшерде майға қуырып аласыздар. Қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Араластырасыздар және де көтеріліп тұрған қамырымызды бөліктерге бөліп, домалақтап, жайып, ішіне начинкамызды саламыз. Начинкамызды салғаннан кейін оны 200 градуста қызып тұрған духовкамызға 30-35 минут аралығына жібереміз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube, Instagram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.